Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздерге Google компаниясы ұсынған өте пайдалы жасанды интеллект құралы ноутбук туралы қысқаша таныстырып өткім келеді. Бұл жай ғана сұрақ-жауап беретін чат емес. Ноутбук-ның басты ерекшелігі, ол тексіз жүктеген материалдармен ғана жұмыс істейді. Яғни, сіз PDF, Word, Google Docs немесе басқа оқу құжаттарын енгізесіз, ал ассистент дәл сол деректерге сүйене отырып жауап береді. Бұл ақпараттың нақтылығы мен сенімділігін арттырады. Ноутбук арқылы көлемді мәтінді ықшам конспектке айналдыруға, негізгі ойлар мен ұғымдарды бөліп көрсетуге, тақырып бойынша сұрақтар мен талдау тапсырмаларын құрастыруға, оқу материалының логикалық құрылымын сақтап, түсінікті түрде ұсынуға болады. Ең маңыздысы, бұл құрал мұғалімнің орнын алмастырмайды, керісінше, ұстаздың көмекшісі ретінде жұмыс істейді. Ол күнделікті дайындыққа кететін уақытты қысқартып, мұғалімге шығармашылықпен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Ноутбук әсіресе сабаққа дайындалу, ашық сабақ, әдістемелік жұмыс, мәтінмен жұмыс жасау барысында өте тиімді. Ақпаратты жүйелеуге, ойды нақты жеткізуге және оқушыларға түсінікті форматта ұсынуға көмектеседі. Енді бірге осы платформаның қалай жұмыс істейтінін көріп, оны оқу үдерісінде қалай тиімді қолдануға болатынын қарастырайық.